Сәлеметсіздер ме, құрметті халайық. Біз Ибрашев Ербол Рүстемова Зәмзагүл 1978 жылы Ақтөбе медицина институтын бітіріп, распределение кезінде бізге Бейнеу ауданына, Маңғышлақ облысы Бейнеу ауданына барасыңдар деп бұйрық берілді. Біз енді сол кезде жолдамамен жіберген жеріне бару керек. Сонымен Маңғышлақ облысы облыстық ауруханаға интернатура өтуге келдік. Бір жыл сол Шевченко қаласында болып, 79 жылдың 1 тамызында Бейнеуге келдік. Бұны айтып отырған себебім, алдындағы уәде бойынша 19 корпустың 4 пәтерінен бізге бір бөлме үйді дайындап қойған екен басшылық. Енді қарасақ, қасымыздағы көршіміз Еспосынов Айтқұлдың жанұясы екен. Сонымен жақсы көрші болып, қызметтес болып, жұмыстас болып, сөйтіп тату тәтті өмір сүрдік. Қазақтың әдет ғұрпымен үйінен ерулік беріп, содан жақсы араласып кеттік. Біздің көз алдымызда 2 қызы дүниеге келді. Солардың өскенін, әке шешесімен қыдырып жүретіндері есімізде. Енді жұмыс жағына келетін болсақ, өте білгір маман болды. Өте білгіш. Ол кезде жұмыс қай кезде де қиын ғой, ол кезде де өте қиын болды. Себебі шалғайда жатқан мал ауылдарды, елді мекендерді дәрігерлер жиі аралайтын. Дәрілер аппарат, шопандардың қарайды, денсаулығын тексеріп, дәрілер таратып сөйтеді. Сонда жаңағы Айтқұл енді жергілікті адам бәрін таниды, соскыны қосып беретін көрінеді. Сол кезде олар, біздің балдарымыз өсіп кетті десе, тілекші болып тұра берсін, немерең болады, шөберең болады деп сөйтіп айтатын, келген қасында болған мамандар күліп айтып келетін. Енді жайдары өте қарапайым, адамгершілігі мол азамат болды. Сонысымен біздің есімізде қалды. Жаңағы біздер терапевтер, педиатрлар бала қарайтын, бәрімізде жаңағыдай өкпесінде бір салқын тиген, ол кезде бронхит дейміз, пневмония дейміз, өкпе қабынуы. Сондай науқастарды Айтқұлмен кеңесіп, ақылдасып, сөйтіп шешетінбіз, емдейтінбіз. Сол еміміздің арқасында талай-талай науқастар науқасынан айығып, үйлеріне оралды. Енді бұлай үкіметтен, аурухана басшылығынан алған марапаттары есімінде жоқ. Себебі біздер жастар болғасын, ол кезде марапаттарға тіпті қызықпайтынбыз. Үлкендер алу керек деп. Ал халықтан алған алғысы шексіз. Халық әлі күнге есінде. Халықтың жыл сайын медицина күнінде еске аламыз өмірден кеткен азаматтарды, сол дәрігерлерді. Сол кезде Айтқұл ең басында қайтқандардың арасында Айтқұлдың аты аталып, жақсы қылықтары, жақсы мағыналы да мәнді өмір сүргені, бәріміз соны айтып, есімізге түсіріп сөйтіп отырамыз. Енді оның жарқын бейнесі мәңгі есімізде сақталады. Есімізде, халықтың есінде, халықтың мақтанышы, сондай жақсы маман болғаны, жақсы азамат болғаны, жайдары, өте ақкөңіл, сондай адам болғаны біздің есімізде. Енді жатқан жері жайлы болсын, балдарын желеп-жебеп жатсын. Мына жиен немерелері ғылыми жоба жазып, аталарына сондай жұмыстанып жатыр екен. Оң болсын, жақсы жағынан көріне берсін. Аталары мәңгі естерінде жүрсін.